Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео биологиядан тестке арналады. Өсімдіктер бойынша білімімізді сынайтын боламыз. Ендеше, кеттік. Бірінші сұрақ. Папоротник тәрізділердің бөлімі қанша классқа бөлінеді? Жауабы 5. Плауын өскіншілерінен алғаш не өсіп шығады? Жауабы ризоид. Үшінші сұрақ. Қырық буынның сабақ ұшында топтасып орналасқан жапырақтарын қалай атайды? Спорофиль. Бұрыс гүлдер қалай аталады? Зигоморфты. Бесінші сұрақ. Гүл аналығы қалай аталады? Гүл аналығы генецей деп аталады. Астық тұқымдасы қалай тозаңданады? Астық тұқымдасы желмен тозаңданады. Жетінші сұрақ. Қандай өсімдіктердің гүлі болады? Жауабы жабық тұқымды. Сегізінші сұрақ. Қайыңның жемісі қандай? Жауабы қанатты жаңғақ. Тоғызыншы сұрақ. Бұршақ тұқымдасы өкілдерінің тіршілік формасы қандай? Жауабы шөптесіндер, бұталар және ағаштар. Соңғы сұрақ. Қандай тұқымдас өкілінің гүлі көлемді және дұрыс болып келеді? Жауабы магнолия. Тест аяқталды. Ал сіз қанша сұраққа жауап бердіңіз? Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.